Сәлем достар, бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын бауырдан жасалған котлеты дайындайтын боламыз. Ол үшін бауырды ет тартқыштан өткізіп аламыз. Содан соң ыдысымызға салып, чеснокты теркадан өткізіп саламыз. Және 1 стакан сүтімізді құямыз. Содан соң 2 жұмыртқамызды қосамыз. Барлығын жақсылап араластырып алатын боламыз. Достар, егерде сіздерде ет тартқыш болмаса, блендермен өткізсеңіз болады, немесе майдалап турасаңыз да болады. Содан соң ұнымызды салып, барлығын бірдей масса болғанша жақсылап венчиктің көмегімен араластырып алатын боламыз, немесе кәдімгі вилкамен араластырсаңыз болады. Ал енді дәміне қарай тұз бұрышымызды қосатын боламыз. Қалауларыңыз бойынша қоссаңыздар болады. Дәмдеуіштерді мінекей жақсылап араластырып, осындай сұйықтықта болуы қажет. Қанша грамм қосылғандарын барлығын астына описанияға жазып қалдырып кететін боламын. Тура сол граммдармен қоссаңыз, өте дәмді және жұп-жұмсақ болып шығатын болады. Ал енді сковородкамызға майымызды құйып, орташа отқа қойып, астын майымыз қызған соң осылай 2 ас қасықтан салып, котлеттің формасын жасап алатын боламыз. Және де орташа отта қуырыңыздар. Қатты отта қуыратын болсаңыздар, бауырдан жасалған котлетіңіз қатты болып қалуы мүмкін, сондықтан орташа отта тұрсын оттарыңыз. Дәл осы рецептпен менде 25-28 шақты котлеті шықты. Достар, менің каналымда бұдан да басқа көптеген рецептерді таба аласыз. Менің каналыма тіркеліп қойыңыз, өте қуанышты болар едім. Мінекей екінші бетін осылай аударамыз. Аударылуы өте оңай. Екінші бетінде дәл осылай қызартып пісіріп алатын боламыз. Негізінде бауырды көп адам ұната бермейді, бірақ дәл осылай котлеті түрінде дәл осы рецептпен жасап берсеңіз, ұнайтыны сөзсіз. Бауырдан жасалған котлеттер мұншалықты дәмді болатынын білмеппін. Егерде білгенде осы уақытқа дейін апта сайын жасар едім, себебі бауыр өте пайдалы. Мінекей котлеттеріміз дайын. Достар, егерде дәл осы рецептпен жасап жатқан болсаңыздар, ас болсын, және де менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Және де дәл осы рецептпен жасап жатқан болсаңыз, комментарийға отзыв жазуды ұмытпаңыздар.